Қазірден бастап мен бір апталық немесе бір күндік влог түсіретін боламын. Қадағалап отырыңыздар мен видеомды осылайна. И мен видео ютубқа салмағалы көп уақыт болды. Маған аудитория жинау керек ютубқа да, инстаграмға да, тиктокқа да, чтобы мені бүкілі білу үшін деймін. Мен енді регулярно салып отырамын деп шештім. Но қазір менде ұбт-ға дайындық сияқты көп сабаққа көңіл бөлу керек болып жатыр. И содан арасында салмай кетуім де мүмкін. Ол негізгі айтар мәселем менің. И қалай айтсам болады? Мен сіздерден поддержка күтем, комментарий күтем, подписка күтем, және де мен сіздерді сыйлаймын. Сіздерге көп қызықты видеолар түсіргім келеді. И лайфхактар, кейбір кеңестер өмірге деген, мен өзім кішкентай болсам да, мен түрлі видеолар көремін да, содан өзіме миыма жинай берем. И біреудің маған ақыл берген кеңестерін мен миыма жинаймын да, сіздерге де айтқым келеді. Сол жайлы да видеолар түсіремін. Көп видео болады алда. Мен тек сіздерден поддержка күтемін. Достар, мен всегда алтыда тұрып, всегда демек қой, енді алтыда тұрған кезінде, ұйықтан ерте тұрған кезде міндетті түрде осыны ішіндегі суды тауысып бітіруім керек. Потому что мен уже организм соған үйреніп қалған. Қазір енді мен медитация жасаймын, немесе аффирмация, потом жарымнан 7-ге дейін жаттығу жасаймын, потом мектепке дайындаламын. И все осы. Мен всегда азанда тұрған сайын жаттығу жасаймын. 6:30-нан 7-ге дейін бодыр болу үшін и өзімнің мен қазір жасап болдым, енді мектепке дайындаламын. Бүгін бізде среда. Сәрсенбінің сәтті күні барлығы ойдақтай өтеді деген адам. Сал. Алишка, тұр. Тұрақ. Сразу тұрады ғой тегі видео түсірсе. Тұр. Это рубрика «Что в моем рюкзаке?» Менің сумкам мынау дәудің оғына не сыламыз? Әрине, кітаптарды сыламыз. Менде мынандай блокнот бар. Да, мынандай суреттер сапсайды. Біздің Мико деген бала, и наны мен салғам. Осын сыламыз, бұны бірақ соңынан алгебра бізде. Дүниежүзі тарихы болады. Күнделік. Бізде ешкім күнделік қолданбайды, но мен қолданып жүрмін, чтобы расписание қарау үшін. Ағылшын, орыс тілі, информатика. Кітабы ар жақта тұр, но менде не жоқ. Сумкам ауыр кетеді. Физика. И пенал. И все. Қазусын бәрін сала. Мен есіме түсіп кетті. Маған дүниежүзі тарихынан ентідан не берген тапсырма. 4 тақырыпта конспект жасау. Сол үшін мынаны да сапыстаймын ішіне. И сумкам зілдей ауыр болуға дайын. Достар, бізде бүгін МВП сабағы. Осы сәршенбі күні соңғы сабақ МВП болады екен. И осы киімді киіп барамыз бүкіл класс болып. Но соңғы сабақ болғандықтан мен бұны киіп барым келмеді, потому что бұл киім ауа өткізбейтін киім. И галстуктан қақым кетемін. Бүкіл мектепке барғанда галстукты шешіп тастайтын шығармын. Бірақ бұл киімді мен сумкаға салып апарғым келеді, но мыжылып қалады. Поэтому придется киюге. Мына.
жаздым. Аликош bize қазір мектепке барады. Аликоштың да блогы болады. Менімен бірге Аликошта түседі. Ха-ха-ха. Бізде омлет таңғы асқа. Және де маманың булочки. Bizim мектепке келдім, міне, Нұрай. Это мой класс, это Мико. Мен қасында отырады. Мен сабақтан келдім, қазір шайымды ішті болдым. Дастархандарды жинап, ұбытуға, қосымшаға дайындалу керек. Аликош осындай киіммен дзюдоға барады. Кәні қимылдарыңды көрсетшер. Осыны тұрып тұрың керек па бір орында? Жоқ. Үйсіп тұрамда керісінше, мына жаққа үйсіп тұрып болу керек. Үйренеді соны. Келесі видеода көрсетесің бе? Аха, бәйін ашырсып кетті. Все, пока да. Дайын. Неде, мұнда көріп тұрғандарыңыздар irregular verbs. Осының бәрін мен жаттау керекпін. Почти мен жаттадым бәрін. Кейбір сөздерін ұмытып қалуым мүмкін. Мындай дуал бар. Бұрыш. Осындай менің суреттерім тұрады. Жартысы жоқ мына жерде әрине. Потом менің кроватым кетеді. И мұнда жер. Сабақ оқитын жер. Қазір міне мен жазып жатқаным. Дүниежүзі тарихынан даталар бар. 100 дата, по-моему. Осыны да жаттауым керекпін. Пенал. Обязательно суши. Әйтпесе шүрлеп өліп қалам. И мұнан бәрі сол қосымшаның дәптерлері. И мұнда мыналарды жаттау керек. Мұнда далада күн шақырайып. Далада күн шақырайып тұр, ал мен отыр. Bir жеріміз төрт-бүш болып кетеді. Отырайық, бар емес, шыны. Мен кәшілайым. Потому что 5-тен 9-ға дейін мен дүниежүзі тарихынан бағанағы 4 тақырыпты жаздым, одан кейін жаңа сабағын өттім. Енді сағат 9-да тағы да дүниежүзі тарихынан прямой эфир болады дейді. Ал мен қолым талып кетті. Мен не істеймін? Және де my look of the day осындай. И мен жаураймын қазір. Плотно жаураймын. Құр бірақ қабат киім киіп алғам. Енді жемпір табу керек ол үшін. Ол үшін үйді ақтару керек. Ол дейме? Достар, қалайсыздар? Жиналып жатырмын. Бәрі жиналып жатыр. Достар, мен ата-үйіне келдім. Енді жатырмыз Аликошпен мұнда. Жалғасик. Жалғасикқа привет де. Всем привет. Мұнда Нұрали. Қалайсыздар? Бала шағалардың арасында есіп жатырмын. Бүкіл галереяны ақтарып шықтық. Осымен менің бүгінгі күнім аяқталды. Қазір ата-үйінде болдық. И Аликош бірдеңе айтамын. Не айтасың, Аликош? Достар, менің Али деген каналыма подписать етіп кетіңіздер. Каналың бар ма не сен? Иә. Бар ғой. Шортысқа салам достар. Еще Гүлжахан Карабаева деген каналға тіркеліп кетіңіздер. Видео жоқ қой да? Иә, видео жоқ. Просто подписчик жинайын деген ғой. Ең алдымен маған подписаться етіңдер, сосын лайк басып кетіңіздер. Лайк және де.
Бүгін менде особый еш нәрсе болған жоқ, бірақ әр күн сенің мереке күнің дейді ғой. Мерекедей көр дейді ма? Лучше көр өз күніңді дейді ғой. Сол сияқты менің әр күнім күшті өтеді, иә? Иә. Бүгінгі мен мектепте түсірген видеолардың барлығын көрген болатсыздар. Осы видеода көрдіңіздер деген ойдамын. Соңына дейін көрсеңіздер. Осымен бүгінгі среда күнін аяқтаймыз. Ал бізде мысық. Бұл аты мысық. Мысық. Мұрт. Мұртқа. Чыннада деп тұр. Ютубқа не айтасыңдар? Короче, дейтінше, достар, мен айтам енді бүгінгі тойымызға қош келдіңіздер, деймі? Достар, Аружан Д каналына подписать етіп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Күтіңіз. И каналға тіркеліп Комментария кетіңіздер. күтеді. Күтіңіз, бір нәрсе көрсетіп жіберем. Даже мысық өзі бақырайып қарап айтып тұр ғой. Күтіңізші, бір нәрсе айтып жіберейін кез. Мысық. Мына. Кәс. Мына жақта бар. Міне. Нау. Айшу Уақ деген каналға тіркеліп кетіңіз. Басқа адамдардың мен реклама жасамаймын әлі. Күшті? Өзіме реклама боласын. Видеосы күшті. Майнкрафт түсіреді, бәрін түсіреді. Айтқым келгені сол, бүгінгі күн осымен аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет айтам. Жақында көп видеолар болады әлі де. Сосын, если менің видеоларым сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, қызыл кнопканы сырғып жеріңіздер. Еще Бөпелер каналына тіркеліп кетеміз. Давайте, общий, всем пока! Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.